Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып көркем еңбек пәні бойынша сабақтың тақырыбы әртүрлі жанрдағы табиғат құбылыстарының көрінісі. Бүгін табиғат құбылысын бейнелейміз. Оқу мақсаты: көркем жұмысты орындау үшін әдіс тәсілдерді өздігінен таңдау. Ал сабақ мақсаты: әр оқушы табиғат құбылысын бейнелейді, көркем жұмыстың әдіс тәсілін өзі таңдайды. Қазақ жерінің табиғаты тақырыбы бойынша сурет салу тәсілінің видеосы көрсетіледі. Балалар, табиғат құбылысын бейнелеу үшін қандай табиғат құбылысын, оны қай жанрмен бейнелейтініңді шешіп алуың қажет. Таңдаған жанрдың пейзаж, портрет, натюрморт, тұрмыстық жанр немесе анималистік жанр болуы мүмкін. Композиция жасау үшін қандай тәсілді таңдайтыныңды ойлан. Саған сурет салуға, аралас тәсілмен бейнелеуге немесе монотипия мен аппликация орындауға болады. Композиция жасау үшін қандай материалдар қажет? Егер сен сурет салып немесе монотипия орындайтын болсаң, акварель немесе гуашь бояулары қажет болады. Және қосымша түрлі түсті қаламдар, фломастерлер және пастель борлы бояулар қажет болуы мүмкін. Ал егер сен аралас тәсіл мен аппликацияны таңдаған болсаң, онда саған түрлі түсті қағаздар, қайшы, желім, ермексаз және тағы да басқа заттар қажет болуы мүмкін. Жасайтын жұмысыңның композициясын ойластыр, пішімі мен өлшемін анықтап ал. Композицияны шаршы, шеңбер, овал немесе көлденең әлде тігінен орналастыруыңа болады. Жұмысына сәйкес келетін түс үйлесімін таңда. Өзің білетін түс ерекшеліктерін есіңе түсір. Жыл мезгілдеріне байланысты жылы немесе суық түстерді таңдап алуыңа болады. Өздерің сияқты балалардың салған суреттеріне көңіл аударыңдар. Мұнда табиғат құбылыстарын жақсы бейнелеген. Бірінші суретте пейзаж жанры, мұнда желді бейнелейтін болса, ал екінші суретте анималистік жанрда қыс мезгілін бейнелеген. Келесі суретте күннің батуын қызыл түстермен ерекшелендіріп көрсететін болса, одан кейінгі суретте графика әдісімен жаңбырдың жауып тұрғанын бейнелеген. Енді композициялық үлгі суретке көңіл аударыңдар. Бірінші құрылысын салып алғаннан кейін түрлі түстермен бояйсыңдар. Мұнда қазақ жерінің әсем табиғаты бейнеленген, ал табиғи құбылыс ол кемпір-қосақ. Сурет салу тәсілін төменде берілген ссылка бойынша көріп шығыңдар.